Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Summa amma ba'd. Assalamu aleykum qadırlı, hürmetli bауырларым. Бәрімізге белгілі шариғаттың мақсаты 6 нәрсені қорғау. Бірінші дін, екінші адамның жаны, үшінші адамның ақылы, төртінші адамның ұрпағы, бесінші адамның абыройы, алтыншы малы мүлік. Сондықтан Құран-ы Кәрімде Аллаху Субхану ва Таала айтады: "Уала талқу би айдикум иля тахлука." Және өз бастарыңды қатерге тікпеңдер. Раббimiz және де айтады: "Уала тақтулу анфусакум инналлаха кана бикум рахима." Сондай-ақ өздерің өлтірмеңдер. Шүбхасыз Аллаху Субхану ва Таала сендерге өте мейірімді дейді. Раббimiz және де Құран-ы Кәрімде айтады: "Юридуллаху бикумул юсра ва ла юриду бикумул усра." Аллаху Субхану ва Таала сендерге жеңілдікті қалайды, ауыртпашылықты қаламайды дейді. Бухари мен Муслимде келген хадисте Абдулла ибн Аббас нөсерлі күні азаншыға айтты: "Ашхаду анна Мухаммаду Расулулла" дегеннен кейін хай ала саланы айтпастан намазды үйлеріңде оқыңдар деген сөзді айт деді. Адамдар бұл хабарды жақтырмай қабылдады. Сонда Абдулла ибн Аббас бұны менен де жақсы адам істеген деді. Жұма табандылықты танытатын құлшылық. Бірақ мен сендерді ылай мен балшықты кешуге шақыруды қаламадым дейді. Және де Бухари мен Муслимде келген хадисте пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям айтады: Бухари мен Муслимде келген хадисте: "Егер бір жерде оба тарағанын естісеңдер, ол жерге кірмеңдер. Ал егер сендер тұрған жерде оба тараса, ол жерден шықпаңдар" деп бұйырған. Пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямның және хадисі бар: "Мұсылман өзіне де өзгеге де зиян бермейді" деген. Абу Дауд пен Ибн Аббастан келген риwayatта пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, азаншыны естіген адам оған еруге үзірден басқа еш нәрсе тоспасын деді. Үзір не деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан сұрағанда, ол кісі қорқыныш немесе ауру деді. Осы аяттар мен хадистерден кейін ғұламаларымыз Қауайдыл фиқ ережесінде айтады: зиянды қайтару пайданы алып келуден алдын тұрады дейді. Және де ғалымдарымыз айтады: қиыншылық жеңілдікті алып келеді дейді. Міне құрметті бауырлар, ертең жұма, бірақ өкінішке орай Аллаху Субхану ва Таала елімізге, бүкіл ислам әлеміне жеңілдік берсін. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы, бас мүфти және де ғұламалар кеңесі жиналып бүкіл фатуаларды қарады. Сонымен ертең жұма намазы оқылмайды, жамаат намаздардың барлығы үйде оқылады. Бұл фатуа бір ғана Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының фатуасы емес. Бәрімізге белгілі Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы, бас мүфти және де ғұламалар кеңесі Орта Азия ғұламалар кеңесіменен бір. Сондықтан бұл фатуаны Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан мүфтиятының бәрі фатуасы бір болды. Және де Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы Евразия ғұламаларымен бір. Бұған міне Түркияның фатуасы да осы болды. Әласқардың шейхі Ахмад Тойып, оның жанындағы ғұламалар да осы фатуаны берді. Және де Сауд Арабиясы да осы фатуаны берді. Иракта, басқа мұсылман өлкелердің барлығы осы фатуаны берді. Бәрімізге белгілі жұма намазы ол парыз, бірақ дені саулық. Осы коронавирус тарқағаннан кейін осы жұмалар тоқтатылады. Жұма тоқталғаннан кейін білесіздер, жамағат намаздарды тоқтайды. Жұманың үкімі парыз, ал жамағатпенен намаз оқудың үкімі ғұламалардың бірнеше ойы бар. Ахмад ибн Хамбалдың мазхабында бұл парыз. Имам Шафииде бұл фарзы кифая, Абу Ханифа менен имам Маликте бұл сүннатыл муаккада. Құрметті бауырлар, барлығымыз бір фатуамен жүруіміз керек. Бүйректен сирақ шығармауымыз керек.
40 кісі бір жақ, 40 кісі бір жақ деген, біз бұл фатуаларды мойындамастан біз фитнаға себепкер болмауымыз керек. Бұл фатуа бір ғана біздің қандастарымызға емес, бұл бір ғана отандастарымызға емес, бүкіл әлемдегі мұсылман бауырларымызға осы фатуа батыр. Сабырлықпенен ертең жұманың орнында үйімізде 4 ракат парызды оқуымыз бізге не болды? Уәжіп, тиісті болды осы фатуалардан кейін. Құрметті бауырларым, бұндай жерде біз талас пен тартысқа түспестен біргелікте, бір үйдің баласындай біргелікте Аллаху Субхану ва Тааладан жалынып, жалбарынып сұрайық. Аллаху Субхану ва Таала елімізді, және де бүкіл мұсылман әлемін, және де бүкіл әлемді Аллаху Субхану ва Таала бұндай дерттен, аурудан сақтасын. Аллах Таала Макканы, Мадинаны, Ақсаны, Қазақстандағы мешіттеріміз, және де Ахлу Сүнна вал Жамааттың әлемдегі мешіттерінің барлығы дуа қылып, қайтадан намазды сол мешіттерде толып оқуымызды Аллаху Субхану ва Таала бәрімізге нәсіп етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.